барлығымыз ортаға шығып, пішендерге тұрамыз, шығыңыздар. Барлығымыз қолдарымызды ұстаймыз. Қазір сіздермен қолшатыр әдісі арқылы топқа бөлінеміз. Мен қолшатырды көтергеннен кейін осының ішінен қима қағаздар шығады. Сол қима қағаздардың ішінен сіздер тамшы мен бұлтты тауып алуларыңыз керек сіздер. Дайынсыздар ма? Иә. Ал, таптыңыздар ма? Жақсы. Тұрамыз, біреу аламыз. Мына жігітті қаталап тұрағанымыздан да кімде тамшы? Тамшы кімде? Тамшы тағы кімде? Мына жерге отырамыз, тамшы. Бұлт мына жаққа отырамыз. Жақсы, енді біз екі топқа бөліндік. Сіздер бізде тамшы тобы, сіздер бізде бұлт тобы, я. Қазір сіздерге сұрақ қоям. Сұрақ логикалық сұрақ, әзіл түрінде берілген сұрақтар. Соған жауап бересіздер. Жақсы ма? Сол сұрақтар арқылы бүгінгі тақырыпқа шығамыз. Бірінші сұрақ. Суды елекпен қалай тасуға болады? Жұлдыз. Қаттырақ жауап бере ғой. Мұз қылып. Жақсы, дұрыс. Келесі, теңіздің суы неліктен тұзды? Аружан? Жақсы, тағы жауап бар ма? Теңіздің суы неліктен тұзды? Жақсы. Келесі сұрақ, балықтар неліктен сөйлемейді? Айзада? Суға тұншығып қалмау үшін дейді, тағы да? Жұтып қоймау үшін. Жақсы. Жақсы жауап бердіңіздер. Енді айтыңыздаршы, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Су туралы. Жақсы. Яғни бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы су табиғат құбылысы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есім орнына қолдану. Тыңдалған мәтін мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау. Біздің сабағымыздың мақсаты осы. Алдарыңызда қарасаңыздар QR код берілген, я? Ұялы телефондарымызды аламыз. Қазір берілген QR кодты сканерлеу арқылы мәтінді шығарасыздар. Сол мәтінмен танысып шығасыздар, я, оқып. Сосын сіздерге осындай кинопленка беріледі. Соған сіздер мәтіннен бірінші топ, тамшы тобы, я, мәтіннен негізгі ақпаратты жазып аласыздар. Негізгі ақпаратты. Жақсы ма? Сіздерге ашыңыздар. Ал сіздерге бұл тобы детальді ақпаратты табу керек мәтіннен. Нақты детальді ақпаратты. Міне, ашып жасаймыз. Ал бағалау түрін түсіндіріп кетейін. Сіздерге топқа, яғни жеке адамға емес, топқа ұпай санын беремін. Осындай тамшылар арқылы сіздерге ұпай санын беріп отырамын. Қай топта ұпай саны көп болады, сол топ алда деп санаймыз. Жақсы ма? Ал бастаймыз.
Ал енді ортаға назар аударамыз. Екінші топ, бұлттар тобы өзінің сұрақтарына жауап береді. Олардың сұрақтары мәтіннен негізгі ақпаратты табу. Яғни жаңбыр жауады, бұлттар қайта жаңбыр болып жауады. Жаңбыр тамшылары жерге сіңеді. Түбіттің түбінде бүкіл тамшылар мұхитта жолығысады. Бұлттар жер арқылы суық аймақтарға көшеді. Күнге қызған жапырақтың бойындағы су буға айналады. Жақсы, жауапқа келісесіздер ме? Бірінші топ. Жақсы ма жауаптары? Жақсы, отырыңыздар. Маған тапсырыңыздар, отырыңыздар. Бірінші топтың жауабын тыңдаймыз. Оларда детальді ақпаратты табу керек еді мәтіннен. Жаңбыр тамшыларынан жиналған сулар сай-саламен ағып өзендер арқылы мұхитқа жол тартады. Күннің қызуы арқылы қызған бу тамшылары қайтадан бұлтқа көтеріледі. Бұлттардың түзілуі. Жер астындағы ылғал өсімдік тамырымен жапыраққа көтеріледі. Бұлттар Жақсы, бірінші топтың жауабымен келісесіздер ме? Жақсы, отырыңыздар, рахмет. Осы тапсырма бойынша екі топқа да 3 ұпайдан беріледі. Сіздерге 3 ұпай, және де сіздерге 3 ұпай. Екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада бізде тілдік бағдар бойынша бізде бүгін есімдіктер, иә? Енді сол есімдіктерге байланысты мына яшықтарда сұрақтар жасырылған. Сіздер қазір яшықты таңдау арқылы сұрақтарға жауап бересіздер. Ал бірінші оқушы бізде Динара, яшық таңдай ғой. Ортаға шығып. Бірінші яшықтың сұрағын ашамыз. Есімдіктің түрлерін ата. Есімдіктердің түрлері: жіктеу, сілтеу, сұрау, болымсыздық, өзіндік және жалпылау. Тексеріп көрейік, қараңыздар. Есімдіктің түрлері: жіктеу, сілтеу, сұрау, өздік, белгісіздік, болымсыздық, жалпылау. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. 1 ұпай береміз Динараға. Өзінің тобын ала бар. Жақсы, екінші кім шығады? Бірінші топтан оқушы шығамыз. Аружан, қай яшықты таңдайсың? 2 яшығына. Екінші яшықты ашамыз. Сен өзіне сенімді болуын керек. Осы жерде есімдіктің қай түрі берілген? Сен деген сөз жіктеу есімдігі. Дұрыс. Келесі Сабина 4-ші яшықты таңдады. 4-ші яшықты ашамыз. Сұрағы: әркім өз міндетін орындауы керек. Есімдіктің қай түрі берілген? Жалпылаушы есімдік. Жауабын тексеріп көрейік. Жақсы, өте дұрыс. Тапсырма аяқталды. Жақсы, енді барлығымыз ортаға шығып сергіту сәтін өткізейік. Ал келіңіздер, ортаға шығыңыздар. Барлығымыз шеңберге тұрып, мен жасаған қимылды қайталаймыз. Керемет, біраз тергіп қалсаңыздар, орындарыңызға отырыңыздар. Жақсы, енді қолшатыр әдісі арқылы сабақты бекітеміз. Мына қолшатырда тамшылар ілініп тұр. Әр тамшыда сіздерге мақал-мәтелдер мен тыйым сөздер берілген. Сіздерге мақал-мәтелдерді ары қарай жалғастыру қажет, және тыйым сөздердің мағынасын түсіндіру керек. Ал ортаға шығыңыздар. Айналып қолшатырды тұра қалыңыздар. Жаса, қазақ тілім, жаса, ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағың таймасын. Жаса, рухты халқым, жаса,
қазақ тілім. Жаса жаса ғажап дінім, баянды боп азат күнім, бағың таймасын. Су ішетін арығы жоқ елдің, сүзіп алатын балығы жоқ. Жақсы, келесі Айзада. Судың терең саясын ағысынан білерсің. Атың жақсы, жаманың шабысынан білерсің. Ал енді Динара. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Судың бетін түнде ашық қойма, апам түнде шайтан аралайды деп айтатын. Жақсы, керемет. Барлықтарыңызға осы тапсырма бойынша бір ұпайдан беремін. Ал орындарыңызға жайғасыңыздар. Ал енді рефлексия бөліміне келдік. Қолшатыр әдісін пайдаланамыз. Егер бүгінгі сабақта сіздерге барлығы түсінікті болса, көк қолшатырды басасыздар. Ал егер сұрақтарыңыз болса, сары қолшатырды басасыздар. Ал егер бүгінгі сабақта түсінбесеңіздер, қызыл қолшатырды басасыздар. Ортаға шығамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.